14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассалаумағалейкум қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз сіздерге көмбе тандыр деп аталатын тамаша бір дүниені жасауды көрсетеміз. Қалай жасау керек екенін айтамыз, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Ал енді ол тандырымыз дәл менің қасымда, міне жартылай істелген бойда тұр. Енді бұны қалай бастау керек, не қажет, осыны сіздерге егжей-тегжейлі түсіндірейін. Ең алдымен осы жерден бастайын. Бисмилля. Мына астыңғы бөлігі біз қазір екі қатар кірпіш қаладық. Бір қатар қаласа да болады, екі қатар қаласаңыз одан да жақсы болады. Неге екі қатар? Себебі бұл ыстықты жақсы ұстайды, астынан келетін салқын ызғарды үстіне қарай өткізбейді. Бұлайша айтқан кезде тандырыңыз биіктеу болады. Енді көлеміне тоқталатын болсақ, шамамен 1 квадрат метр, яғни 1 шаршы метр болса өте тамаша. Бір үйге арналған тандырға осы өлшем нақ келеді. Енді біз екі қатар кірпішімізді қалап алдық, оның үстіне айналдыра кірпішімізді былайша айтқанда қаладық оны. Бұны қалаған кезде кірпішті дайындап алу керек. Ол кірпішімізді міне ұзын еді, қақ ортасынан екіге бөліп кесіп алдық. Қалай кесу керек екенін қазір сіздерге көрсетемін. Осы кезекте кірпішті дайындап алуда үлкен мәселе. Бірінші кірпішіңізді алып суға салып қойған жақсы. Неге? Өйткені бұл кірпіш кесіледі ортасынан. Кесілген кезде оңай кесілу үшін және шаң шықпау үшін осылай суға салып, шаңын басып, тізіп алғаннан кейін болгарка. Болгарканың тасы дәл осындай алмаз дискте болу керек. Бұл кірпіш кесуге, тас кесуге арналған диск. Енді осымен шамамен мына кірпішіміздің ортасынан қақ бөліп алу керек. Қазір көрсетейін сіздерге қалай бөлу керек екен. Шынырыңызды былай қойып, сәл-сәл кессек болады. Бисмилля. Осылай кесіп алғаннан кейін, енді бүйтсеңіз, міне, кірпішіңіз дайын. Осылай кесіп-кесіп, кірпіштерді дайындап алуымыз керек. Ал енді мен басқа кірпіштерімізді кесіп дайындай берейін. Бисмилля. Үстінен от салып жағатын болғандықтан, бұны отты үрлейтін, үдететін бір қуыс тесік болу керек. Ол тесігіміз, міне бір кірпіштің көлемінде ғана тесік жетеді. Осындай қалдырсаңыз, мынаның ішіндегі күлін шығаруға осы тесіктің өзі жетіп артылады. Ал енді орнына қайтып салып қояйын. Мына тандырдың ішін дөңгелек жасадық. Неге дөңгелек? Себебі мына астындағы тесіктен кірген ауа, жел мына дөңгелек тандырымыздың ішінде үйіткіліп айналып үстіне қарай шығады. Сонда түгелдей мынаның ішін от шарпиды. Сол үшін өте тамаша. Егер 4 бұрышты жасайтын болсаңыз, онда дәл осындай процесс жүрмейді екен. Енді ең ұтымды тәсіл осы болғандықтан көпшілігі дәл осы бағытта жұмыс жасайды. Енді жұмысымызды бастайық. Қалай қалау керек екен сіздерге көрсетейін. Және кірпіш қалаған кезде арасындағы сылақты қалай жасау керек, өзінің тәсілдері бар. Қазір көрсетем. Енді біз сылағымызды дайындап алуымыз керек. Ол үшін мынандай ыдысқа немесе жерге жасауға да болады. 3 күрек құмға 1 күрек цемент қосуымыз керек. Және 3 күрек құмға 1 күрек топырақ қосуымыз керек. Міне осыларды
қосқаннан кейін жақсылап сумен араластырып, өте сұйық емес, өте қою емес, бір қалыпта қалыпқа келтіруіміз керек. Ал енді мен цементімді қосайын. Біздің таңдаған цементіміз 450-лік деп аталады. Бұл өте берік цементтердің қатарына жатады. Бисмилля, бір күрек. Мынау екінші күрек. Мына цементіміз М450 маркалы цемент. Бисмилля, енді бір араластырып алған жақсы. Енді шағын ғана ыдыстағы сылақ қой. Егер үлкен көлемде жасаймын десеңіз, цементті араластырып алып, шетінен су құйып отырып жасаған дұрыс. Әйтпесе бұл цемент тез кеуіп кетеді. Енді біз мынаның барлығын бірақ жасай саламыз деп отырмыз. Себебі азақ 2-ақ шелек шығады. Міне, біз сылағымызды дайындап болдық. Осы бір қалыпқа келді, міне. Өте тамаша. Енді бір 10-15 минут күте тұру керек. Сол кезде иіп, өзінің бір тамаша бабына келеді. Одан кейін жұмысты ары қарай жалғастыра беруге әбден болады. Енді сәл күте тұрайық. Бисмилля, енді кірпішімізді қалауды бастайық. Бірінші кірпішті қалап болғаннан кейін, екінші оның үстінен қоятын кірпішті жаңағы бір-бірімен байланысу үшін екі кірпіштің қақ ортасынан қойған дұрыс. Сонда мына кірпішіңіз құлап кетпейді, немесе жарылып кетпейді, бір-бірін берік ұстайды. Өте ықшам нұсқасы. 12 кірпіш кетті, енді өлшеп алдық. Енді осыны сылағымызбен жақсылап ұстатамыз. Бисмилля. Енді бұны ұстату өте оңай. Мына кірпішімізді алып тұрамыз. Мынаны алып тұрамыз. Екі кірпішті қоямыз да. Бұлай жазамыз да. Мына енді ортасы сынып қалған екен. Мынаны бұлай қоямыз. Екінші кірпішімізді мына жерге қоямыз. Ұрып отырғызған жақсы. Діріл болса жақсы отырады. Қадірменді телекөрермендер, біз тандырымыздың кірпішін қалап болғаннан кейін жарты сағат уақыт өткенін күттік. Себебі біздің сылағымыздың дегді бойына тарқап кірпішке толық жабысқаны керек. Ал ендігі кезекте бұның сыртын бір қара сылақпен сылап аламыз.
ұрудың өзінің тәсілі бар. Тікесінен ұруға болмайды. Мысалы, үстінен бастаған жақсы. Міне, қараңыздар. Міне, бұлай ұрасыздар. Міне, бұлай. Бұлай ұрсаңыз, міне, көрдіңіз ба? Құлайды. Құрметті көрермендер, міне, қолымызға қалағымызды алып, біздің тандырымызды салдық, кірпішін қаладық, сыртын сыладық. Жұмыстың 70% аяқталды. Енді кезекте сыртын стекловатамен, әйнек мақтамен ораймыз, сыртын тормен қаптаймыз, оның сыртынан тағы да бір құра сылаймыз. Одан кейін толықтай кептіреміз де, етімізді немесе самсамызды пісіреміз.